Баршаңызға сәлем достар. Көктем келіп, жуанның жіңішкеріп, жіңішкен үзілер шағында адам ағзасы әлсіреп, құнарлы тамақтануды талап етеді. Әсіресе әйел адамдардың, емізулі аналардың ағзасы витаминдер мен минералдарға қажеттілігі екі есе артады. Осы орайда назарларыңызға әйел ағзасына қажет топ 6 витаминдердің тізімін ұсынамыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға жазылуды ұмытпаңыз. С витамині қан тамырларын қатайтып, теріге серпімділік қасиет береді. Ол ағзада коллаген өндірісіне қатысуымен тікелей байланысты. Қызылек қанауын тоқтатып, көру қабілетін жақсартады. Омега-3 май қышқылы ағза үшін құрылыс материал қызметін атқарады. Иммунитетті көтеріп, жыныс гормондардың жұмысын жақсартады. Әсіресе жүкті және емізулі аналар міндетті түрде қабылдау қажет. Іштегі шарана мен сәбидің миының дамуында маңызы зор. Д3 витамині терідегі ылғалдылықты сақтайды. Иммунитетті көтеріп, рак ауруының алдын алады. Жүрек жұмысын жақсартып, ағзада кальцийдің сіңуіне қатысады. Жеткіліксіз болған жағдайда артық салмақ мазалап, бедеулікке де себеп болуы мүмкін. А дәрумені көздің көруін жақсартады. Терінің құрғақтығымен күреседі. Тырнақ сынғыштығы кезінде жақсы көмектеседі. Магний және В тобының витаминдері жүйке жүйесі мен мидың жұмысын нығайтып, психоэмоционалды жағдайда таптырмас көмекші. Әйел адамның жиі ұшырайтын депрессия, стресс, шаршау секілді ауруларына ем болады. Және соңғысы мелатонин, әйел ағзасының жасартушы гормоны. Адам ағзасында ұйқы кезінде бөлінеді. Мелатонин дұрыс мөлшерде бөліну үшін ұйқының сапалы болуы маңызды. Түнгі 10 мен 2 аралығында қарқынды бөлінеді. Сондықтан ұйқыға түнгі 10-ға дейін жатқаныңыз абзал. Әйел денсаулығы қоғам денсаулығының кепілі. Ұлт саулығын ойлаған қоғам әйелдердің өмірі мен денсаулығына салғырт қарамауы тиіс. Айтылған ақпараттар пайдалы болды деген ойдамын. Келесі видеода балаларға қажет витаминдер тізімін ұсынатын боламыз. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.